Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Мен уже бір айтқым өйткені уақытым жоқ болды. Ал енді бүгін біз 45-ші сабақты өтетін боламыз. Қазақ тілді және дүниетануды түсінетін боламыз. Екінші тапсырма балалар, бірінші тапсырмада бұл топтық жұмыс. Оны өзіміз ағалармен, әпкелермен топтық жұмыс сияқты орындасаңдар болады. Екінші тапсырмаға қарайық, өзіндік жұмыс. Енді балалар, екінші тапсырмаға қарайық. Есепті мүмкіндіктер тармағын қолданып шығардық. Енді есепті кесе қылу әдісімен шығар. Табиғат аясында демалғанда құратын шатырдың 3 моделі бар. Және әрбір модельдер түрлі түсті олар. Ақ, көк, сары, қызыл түстер. Табиғат аясында шатырдың неше нұсқасы құрауға болады? Міне, бізде осылай берілді. 1, 2, 3 шатыр, 3 модель түс. Ал енді мен дәптерге жазған едім. Қазір көрсетемін. Міне балалар, мен номер 2-ші. Бүгінгі күнді жазып, осы сандарды толтырамыз. Міне, мен номер 2-де осылай жазып қойғанмын. Өздерімізді дәптерге осылай орындасақ болады. Ал енді 3-ші тапсырмаға қарайық. Сырын мен Әлия жазғы демалыста табиғат аясында өткізбек болды. Есептердің тиімді тәсілмен орындау, өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастыр. Сонда балалар бұл орындарға қандай ретпен барғанын анықтайсыз. Не балалар? 300, міне. Мен жерге балалар 2 санды ауыстырып, мынаны бірінші жазамыз, 5 көбейту 3 көбейту 20, 300 болады. Сосын екінші өткен мен мына жерден шатасқанбыз. Содан кейін мына жазамыз екіншісіне. Сонда 500, 700, сосын 900. Сонда біріншісіне қайсына барыпты? Алма Ағасан Шатқалыға барыпты. Сосын қай жерге барды балалар? Әрине, үлкен Алматы көліне барыпты. Содан кейін Қайынды көлі, содан кейін Шағын Шатқалыға барыпты. Түсініктеме? Ал енді 4-ші тапсырмаға қарайық. 4-ші тапсырмада суреттер және өрнектер бойынша есептер құрастыр дейді. Асы, әсі, бысы, гысы, дысы. Мен асын мен әсі және бысын құрастырамын. Міне, мынау бізде не дейді? Балалар не дейді? Ойланамыз. Бұны ойлану керек. Теннис добы екен. А мына теннис ракетасы. Мен қазір мына асына қарай орындайтын боламын. Міне, дәптермен жаздым. Мен балаларға өзімде көрсеттім. Теннис добы 130 теңге. Теннис ракетасы 450 теңге. Барлығы белгісіз теңге. Шешуі 130 қосу 450 тең 580. Жауабы барлығы 580 теңге. Енді екіншісіне қарайық. Сізде 450 көбейту 2. Мен соны жаздым. Бір теннис ракетасы 450 теңге. 2 теннис ракетасы белгісіз теңге. Шешуі 450 көбейту 2 9. Жауабы 2 теннис ракетасы 9 теңге тұрады. Міне осыны дәптерге жазып аламыз. Ал енді бұсын қарайық. Теннис ракетасы 450 теңге тұрады. Теннис добы 130 теңге. Белгісіз теннис ракетасы теннис добында қанша теңгеге қымбат? Шешуіне 450 азайту 130 тен 320. Жауабы теннис ракетасы 320 теңге қымбат. Мен балаларыма үй жұмысын номер 5-ті бер. Міне, номер 5 бізде мынау. Асы, туристер көлге баруға жол шықты. Олар Сарқырамаға дейін 48 минут жол жүрді. Бұл барлық жолға кеткен уақытының 1/4 бөлігі. Туристер көлге дейін жолға қанша уақыт жұмсады? Әсі кейде есептер құрастырамыз және оны шығарамыз. Міне, Сарқырамаға 48 минут жүрді. Кеткен уақытты 1/4 бөлігі. Көлге дейін белгісіз уақыт жұмсалды. Жауабына
біз шешуіміз 48 көбейту 4 көбейту 1. 4-ке 1-ді көбейтсек 4, 48-ге 4 көбейтсек 192 болады. Сосын жауабына көлге дейін 192 уақыт жұмсалды. Балалар, немесе өздерімізді тексерсек болады. 8-ге 4-ті көбейтеміз. Қанша болады деп ойлайсыңдар? Балалар, мен шатасым, онда маған комментарияға жазып кеттіңіздер. Көлге дейін 192 уақыт жұмсалды. Немесе мына дұрыс емес болсын, мені жауабын жазып, сосын мені жаза саласына, түсінікті ме? Енді 6-шы тапсырма. Есепті мүмкіндіктен тұрмағын қолданып шығың. Қайындыдан Сатты ауылына баратын 3 жол бар, ал Сатыдан Көлсайға баратын 4 жол бар. Қайындыдан Көлсайға Сатты арқылы қанша тәсілмен баруға болады? Қайынды Сатты ауылына баратын 3 жол. Онда 4-ке 3-ті көбейтсек қанша болады, балалар? Санаймыз, 4-ке 3-ті көбейтеміз, балалар. Балалар, көбейтейік. Давайте көбейтінде қанша болады? Әрине 12. Сонда қайындағы Көлсай арқылы қанша тәсілмен баруға болады? 12 тәсілмен баруға болады. Мен осылай ойлаймын. Міне барлық тапсырмалар келесі бетін бізде басқа тапсырмалар екен. 2 мен 3 алманың оңдалатын есептер шығару екен. Міне, ал бұл жерде бізе 2 ақбет берілген. Міне, мен осыларды орындап болдым. Балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, менің каналыма подписаться етіп беріңдер, 70 подписчик жинап беріңдер, жарай ма? Және де бұл видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңдар.